Веб дизайн пәні бойынша кезекті лекциямызды бастаймыз. Веб дизайнды біз 4 кезеңге жатқызып қарастырған болатынбыз. Соның алғашқы кезеңі концепция жасау және екінші дизайн жасау болса, содан кейінгі кезеңі код жазу, яғни компьютерлік бағдарламалау және жариялау, яғни запуск деп аталады. Міне осы соңғы екі кезеңіне бүгін тоқталатын боламыз. Веб дизайнның үшінші кезеңіне біз код жазу, яғни бағдарлама жазуды жатқызып отырмыз. Бұл кезеңде ең маңызды шаруа компьютерлік мамандандырылған бағдарламалар арқылы веб ресурсты реттеп, барлық элементтерін орналастыру және өзара байланысын орнату арқылы сайт құрау жүзеге асады. Бұл кезеңнің міндеттеріне мынадай нәрселер жатады: веб парақтарды беттеу, код жазатын құралдар таңдау және жазу, мағлұматтар базасын түзу және соны қосу, осы барлық элементтерді байланыстырып, компьютерде жұмыс істеп тұрған дайын өнімді жасап шығу. Яғни бұл кезеңнің міндеттеріне тағы мыналар жатады: сыртқы байланыстарын қосу және ретке келтіру, қателерден тексеру, түзету, кросс-платформалы және браузерлік тест жасау. Яғни сіздің жасаған веб дизайныңыз кез келген компьютерлер, әртүрлі операциялық жүйелерде және әртүрлі үлкен кіші компьютерлердің бәрінде бірдей ашылатындай тест жасаймыз. Сол сияқты түпкілікті дизайнды жасап, барлық элементтерін орналастыру, контентпен толықтыру, бағдарламалық баптау, бейінділік, яғни адаптивніс қамтамасыз етіледі. Сонымен бірге осы кезеңде домендік атауын тіркеу және сол хостингке көшіру, серверлік қызметтегі веб қосымшаларды орнату, интеграциялау және веб ресурсты өткізу. Яғни толыққанды компьютерде жұмыс істеп тұрған, жұмысын көре алатын бағдарламаға қол жеткіземіз. Яғни бағдарлама жазу, код жазу кезеңінің нәтижесі код жазу арқылы аяқталған және сыртқы байланыстар орнатылған жұмыс істеп тұрған сайт дайын болады. Міне осы кезеңде біз өткенде де айтып өткенбіз, веб технология екі платформадан тұрады: клиент және сервер. Міне біздің көретініміз клиент бөлімі. Бұл жерде біз браузер арқылы, арнайы бағдарламалар арқылы көреміз және соны жасаймыз. Ал енді ол интернет арқылы келесі бір ақпараттық жүйе, ол веб серверге орналастырады. Оның өзіндік бағдарламалары бар, өзіндік тілі бар, өзіндік мүмкіндіктері бар. Болған сәл кейінірек тоқталатын боламыз. Сонымен веб-сайт екі компонентті ақпараттық жүйе. Көрсету компоненті, фронт-энд, оған мазмұнның көрінісі кіреді, беттер өлшемі, макеті, түр-түсі, графика, аудио, мәтін, міне осының барлығы көрсету компонентіне кіреді. Ал енді жүзеге асыру компонентіне бэкэнд, соған негіз болып табылатын бейнеленбейтін, яғни көзге көрінбейтін сценарийлер, серверлік компоненттері бар, ағымдық кодтарды тиімді жүзеге асырумен байланысты. Көзге көрінетін бөлігі фронт-энд, көзге көрінбейтін, яғни біздің назарымыздан тыс жүзеге асатын процестер, ол бэкэнд. Бұған алдағы уақытта тағы тоқталатын боламыз. Ал бүгін сол алғашқы кезеңнің міндеттеріне тоқталайық. Біз әдетте код жазуда, компьютерлік веб дизайнды программалауда мына үш нәрсеге баса назар аударамыз: HTML мен CSS. Бұл екеуі компьютердегі гипертексті мәтіндерді орналастырудың тілі болып табылады. Бұл екеуі тек қана веб технологияға қатысты, яғни интернетке қатысты. Ал енді JavaScript бұл толыққанды компьютерлік тіл болып табылады. Міне бұл үшеуінің міндеттері, осы үшеуінің жұмысының нәтижесінде ғана біз веб-сайтты көреміз, веб-сайтты жасаймыз, веб-сайтты жеткіземіз, ақпаратты таратамыз. Бірінші HTML тілі бұл веб-сайттың құрылымын, яғни сіздің элементтеріңіздің, материалдарыңыздың орналасуын, орнын, бұған не кіреді, сондардың барлығын жиып, басын құраушы болып табылады. Осы HTML разметка тілі арқылы біз
бүткіл дүниелерді жинақтаймыз, жасақтаймыз және таратамыз. Ал енді CSS бұл HTML-мен біріккен жағдайда оның түрлі безендіру элементтерін жасайды, яғни стилін қалыптастырады, элементтердің әрқайсысына сипаттама береді, оларды жақсартып, олардың параметрлерін толық реттеуге мүмкіндік береді. Ал енді JavaScript компьютерлік тілі болса, ол соны қозғалысқа келеді. Элементтердің байланысын, элементтердің қимыл іс-әрекетін, элементтердің кері қатынасын қамтамасыз ететін осы JavaScript тілі болып табылады. Бұл скриптік сценарийлер арқылы жүзеге асады. Міне осы үшеуі біріккен жағдайда ғана біз динамикалы интерактивті веб-сайтты көреміз. Яғни веб-сайт егер мына тек қана HTML болса, ол тұрақты, қозғалыссыз болған болар еді. Ал енді CSS-тің арқасында оған белгілі бір түр, өң, жан бітеді. Ал енді толық әрекетке көшіретін оны JavaScript тілі болып аталады. Сондықтан да мына суретте бейнеленгендей, HTML-ді біз скелеті тек қана құрылымы, сырт пішіні деп атайтын болсақ, CSS оның яғни көркемдік, көрнекілігі болып табылады. Ал JavaScript оны қозғалысқа, кері байланысқа, әртүрлі іс-әрекеттерді орындауға, соған үн қатуға жұмылдыратын скриптік сценарийлерді дайындап бізге жасап береді. Мына жерде интернетте негізі веб-дизайнға қатысты үздік дүниелер өте көп. Міне үздік дүниелердің жаңа конкурсы ұдайы жүргізіліп жатады. Солардың бір тобымен мына сайттар бойынша танысуға болады. Осы сілтемелерді ашып қарап көріңіздер. Қазір кез келген сайтты біз қалай десек, қарапайым, ешқандай қозғалыссыз әрекетсіз сайттарды кездестіру өте қиын. Барлығында белгілі бір элементтер орнымен қолданылады. Тіпті адамның көзін, назарын аудару үшін, көрнек жасау үшін әдіс-тәсілдер өте көп қолданылады. Соның бір тобын мына жерден танысып көргіңізге болады. Яғни біз қазір веб-дизайн жасауда ешқандай шығармашылық, қияли шектеу қойылмайды. Мүмкіндігінше еркіндік бар. Міне соның барлығын біздің веб-дизайнерлеріміз, осы веб-дизайнмен айналысатын командалар жүзеге асырып жатыр. Енді осы жаңағы негізгі үш компьютерлік тілге, компьютерлік бағдарламаларға қысқа тоқталып өтейік. HTML, яғни гипертекстің белгілеу тілі, бұл құжаттарды кодтау үшін қолданылатын гипертекстік белгілеу тілі болып табылады. HTML-дің мәтінді белгілеу тілі, HTML құжаттарды көру үшін браузерлерді қолданамыз. Ол браузерлермен біз көру құралы ретінде қолданамыз. Ал енді HTML-дің өзімен біз оны жазамыз. HTML тілі құжатқа қойылатын тегтердің көмегімен құжаттың логикалық құрылысын сипаттайды, құжатты форматтауды және объектілердің орнын басқарады. Гиперсілтеме арқылы бір құжаттан басқа құжатқа ауысу мүмкіндігі оның басты артықшылығы болып табылады. CSS стильдердің кестелерінің тілі, веб-беттерді форматтауда қолданылатын белгілеу тілі. Әрбір элементтерді, болмаса элементтер тобын, жаңа макетке қатысты ұғымдардың барлығы осы көбіне CSS арқылы жүзеге асады. Тағы қайталап айтамыз. Мына екі ұғым бұл веб-дизайнға, веб-документтерге, интернеттегі құжаттарға қатысты. Ал енді JavaScript қарапайым объектілі бейімделген тіл. Бұл толыққанды компьютерлік тіл. Ол интернет үшін клиенттік және серверлік қосымшаларды құруға арналған HTML құжаттарының құрамына кіреді және солармен бірге тарайды. Мына екеуі көбіне HTML-дің ішіне кіреді да, сонымен бір HTML-дің мүмкіндігін жалғастырады, соны жетілдіреді. Енді қазіргі заманда веб дизайнның инструменттері дегенде өте көп. Мына мысалы мына жерде жазылған код көрініп тұр. Бұл код міне HTML коды ашылып, жабылғанын көріп тұрсыздар. Осының ішіндегі процестердің барлығы арнайы тіл арқылы жүзеге асады. Сондай үздік код жазу редакторларының қатарында міне 10 шақтысы мына жерде атауы тұр. Олардың түрі де, атауы да өте көп. Кім қайсысына өзі бейімделген,
соған байланысты таңдайды. Код жазу редакторларының атаулары көп болғанымен мүмкіндіктері өте ұқсас, функционалды міндеттері бірдей, қолайлық жағынан ғана өзгешелігі болуы мүмкін. Сондықтан да ең қарапайым блокноттан бастап барлық жазу құралдары HTML-ді кодын қарапайым программалар жазуға мүмкіндік береді. Ал енді келесі бір веб дизайн инструменттері, ол мына визуалды редакторлар деп аталады. Бұл редакторлардың да атауы өте көп. Яғни бұл жағдайда сіз кодты жазудан көрі дизайн жасау алдыңғы қатарға шығады. Ал енді сол редакторлардың көмегімен сіз бірден жасаған жұмысыңызды көріп отырасыз, болмаса кодты сіз үшін компьютер жазатын жағдайлар кездеседі. Соның ішінде Adobe Muse программасы бар. Ол жерде ешқандай код жазбайсыз, тек қана дайын элементтерді қолдана отырып веб-сайт белгілеуге болады. Ал енді Adobe Dreamweaver бағдарламасы бұл әрі код жазу бағдарламасына да жатады, әрі жаңағы визуалды редакторға да жатады. Яғни сіз екі әдістің қайсысы қолайлы, соны қолданып отырып жасауыңызға болады. Алдағы уақытта бұл программаға біз оралатын боламыз. Енді үлкен бір бағдарламалар тобы ол дайын конструкторлар болып табылады. Бұл жағдайда да сіз контентпен ғана жұмыс істейсіз. Сіз блоктармен, жаңағы безендіру элементтерімен, веб-сайтта қолданылатын элементтермен ғана жұмыс істейсіз. Қалған кодтың барлығын, оны жариялау, оны жаңағы тексеру, оны бапқа келтіру міндеттерінің бәрін конструктордың ішкі, яғни дайын программалар жүзеге асырылады. Соның ішінде бізге ең мынау енді алғашқы ондығы деп саналады. Соның ішінде бізге ең танысы Wix, Tilda, WordPress сияқты бағдарламалар. Көбіне бұл бағдарламаларды таңдау себебі бұның енді ең қарапайым тегін түрі де бар, және белгілі бір қызметтер қосылған тұрақты жұмыс істейтін ақылы түрлері бар. Тіпті толыққанды сізге жұмыс істейтін, белгілі бір қаржы төлеп отырып сервистік қызмет көрсететін, толықтырып беретін бұның да варианттары бар. Сондықтан да конструкторлар қазір өте жиі қолданылады, көп қолданылады. Көп редакциялар осы дайын конструкторлардың жұмыс арқылы өзінің ақпаратын таратып жатады. Бірақ бұларда тағы бір артықшылықтармен қатар кемшіліктері де бар. Сіз белгілі бір элементтерді жүзеге асыруда конструктордағы шектеулерге кез келесіз. Ол шектеуді алып тастау үшін қосымша қаржы төлеу керек болады. Болмаса тағы басқа элементтерді енгізу керек болады. Бұл қарапайым өз жеке жүзеге асыру мүмкін болмай қалатын жағдайлар болады. Сол сияқты әсіресе бұның мына тегін үлгілерінде сіздің ақпаратыңыз сақталмай қалатын, ақпаратыңыздың жоғалып кететін, болмаса ешқандай кепілдік бере алмайды. Сондықтан да веб конструкторларды мүмкіндігінше мұқият пайдаланып, оны толық зерттеп барып қолданған жөн. Болмаса оған тұрақты жазылып жетілдіруге болады. Міне, веб дизайн инструменттері өте көп. Бағдарлама жазу туралы материалдар өте көп. Интернетте болсын, YouTube каналдарда болсын, қай кодпен қалай жұмыс істеуге болады, қай кодтың артықшылығы неде, және соған қолданылатын неше түрлі плагиндер, дайын скрипттер, басқалар мысалдар көп. Әртүрлі қауымдастықтары бар. Осы программалармен жұмыс істеудің жаңағы жұмыс істеушілердің басын қосатын, бір-бірімен ақпарат алмасатын, кеңесін сұрайтын, талдайтын белгілі бір кодтарды. Бұл салада жұмыс істеу өте көп. Ал енді журналистің міндеті бұл кодты жазудың барлығын меңгеру емес, сол кодтар қалай жазылады, технологиясы қалай, қай программаның мүмкіндігі қандай, қайсының артықшылықтары басым, қайсымен жұмыс істеген тиімді, қаржы жағынан болсын, ресурс жағынан болсын, қайсысы қолайлы деген сияқты мәселелерді толық білгені жөн. Журналист код жазуға міндетті емес, бірақ код жазудың технологиясын, оңғыл-шоңғылын жақсы білгені жөн. Ол оның жұмысын ұйымдастыруда, кейбір веб дизайн элементтерін қолдануда, жетілдіруде, түзетуде көмектесетін болады. Яғни, тағы қайталап айтамыз, журналист
осы программаны жазатын арнайы мамандармен бірлесіп жұмыс істейді. Оның жұмысын алмастырмайды, оның қызметін атқармайды. Журналист солармен бірге жұмыс істей отырып, өзінің веб өнімін, веб продуктысын жасап шығады. Ал енді сен оның барлығын біліп тұрсаң, олармен бірге жұмыс істеуге, код жазуда тиімді оның мүмкіндіктерін қарастыруға жағдай тудырады. Енді келесі, міне код жазылды, программа жұмыс істеп тұр. Программистер өзінің жұмысын аяқтаған кезде оны тестілеу деген маңызды шараны жүзеге асырамыз. Тестілеу кезеңінде сайттың жұмыс сапасы тексеріледі. Яғни алғашқы концепцияда, кейінгі дизайнда жасалған элементтер қалай жұмыс істеп тұр, оның байланысы қалай, үйлесімділігі қалай, тұрақтылығы қалай, жаңағы адаптивность, бейімділігі қалай, міне соның барлығы тексеріледі. Соның ішіндегі ең басты сілтемелердің жұмысы. Барлық сілтемелер жұмыс істеп тұру керек, бір-бірімен оңай байланысу керек, тез байланысу керек. Мәтіндегі қателер, басқа да жаңағы бөліктердегі қателер түзетілу керек. Навигация, яғни бір парақшадан екіншісіне ауысу, бір элементтен екіншісіне ауысу тиімділігі көзге көрініп, ыңғайлы болып тұру керек. Пошта және басқа да формалардың дұрыстығы, түрлі мағлұматтар базасы мен база данлықпен жұмыс істеу жылдамдығы тексеріледі. Графикалық файлдардың ашылуы, суреттің барлық жерде бірдей көрінуі, әртүрлі браузерлерде сайттың жұмысы, әртүрлі платформадағы сайттың жұмысы, міне осының барлығы ыждағатты тексеріліп, әртүрлі құралдармен, компьютерлермен қаралып, көз жеткізгеннен кейін ғана тестілеу жұмысы өзінің жұмысын аяқтаған болып табылады. Ал келесі маңызды бір кезеңі ол жариялау. Өзіміздің жасаған веб өнімімізге, веб ресурсымызға, оның дұрыстығына, оның идеядан сәйкес келгендігіне, концепциямен өте дәл келгендігіне көз жеткізгеннен кейін оны жариялаймыз. Яғни веб-сайтта серверде жарияланады және қайдадан тексеріледі. Міне жариялау, жарнамалау, бақылау кезеңінің міндеттеріне тоқталайық. Бұны бір ауыз сөзбен запуск деп атаймыз. Міне серверге орналастырылған веб-контент түпкілікті тексеруден өткен соң сертификат алады. Және оны таныстыру, жарнамалау, ілгерілету арқылы танымал және табысты ету жолдары қарастырылады. Яғни запуск, жариялау кезеңінің міндеттері мынадай. Төртінші кезеңнің. Онлайн жариялау, яғни ашық интернетте тарайтын жағдай жасалады. Техникалық қызмет және мониторинг. Жаңа серверлермен байланысы, оның жылдамдығы, тез ашылуы, міне сол сияқты әртүрлі техникалық параметрлері бар, соның барлығы тексеріледі. Ақпаратты қорғау. Яғни бұл кезеңде біз жаңағыдай сертификат алып, ешқандай зиянды ақпарат тарамайды деген сияқты нәрселерге жауапкершілік алуымыз керек. Сонымен бірге өзіміздің ақпаратымыз сақтайтындай, оған басқа біреулер өзгеріс енгізе алмайтындай, санкциясыз, болмаса оны жойып тастамайтындай, ол біздің интернет бетімізге бөгде ақпарат еніп кетпейтіндей, жарнама еніп кетпейтіндер біздің келісімімізсіз, сондай жағдайлардың бәрін ақпаратты қорғау шаралары қолданылады. Сапалы, осының бәрі жинақтала келіп, сапа мәселесін қадағалауға келіп тіреледі. Төртінші кезеңнің келесі бір міндеті мақсатты аудиториясына жетіп, кері байланыс орнату. Яғни бізді қанша адам қарап жатыр, олар біле ма біздің ресурсымыздың қайда орналасқанын, яғни медиа ресурстарда жарнамалау және әлеуметтік желілермен интеграция жасау. Келесі бір міндет енді жаңадан ғана ашылған сайттың көпшілікке танымал болу үшін іздеу және оны табуды жолға қою, SEO оптимизация және веб талдау. Міне олар қарағандан кейін оны енді аналитика жасауымыз керек. Тұтынушылар қатарының өсірудің жолдарын қарастыру. Сонымен бірге төртінші кезеңнің міндеттеріне өнімді таныстыру, сату, қызметті қолдануды қамтамасыз ету, конверсия, контентті жаңартып отыру және жобаны түпкілікті өткізу, қабылдап алу деген процестер жүзеге асады. Яғни жариялау, запуск кезеңінің
нәтижесінде онлайн веб контентті түпкілікті тексеріп, жұмысын қамтамасыз ету, табыс әкелуіне конверсияға жол ашу. Міне сонымен мақсат қоюдан басталған біздің барлық процесіміз аяғына дейін жетеді, интернет ресурсымыз жұмыс істеп тұрады. Ал енді оның келесі бір кезеңдері танымал ету, ілгерілету және оның табыс әкелуін, болмаса танымал болуын қамтамасыз ету сияқты процестер ұдайы жүзеге асып отырады. Сіздің веб ресурсыңыз ғаламторда. Осы сәттен бастап бүткіл ақпарат кез келген адамға, кез келген аймақта қол жетімді болады. Міне осыны ескеріп, енді жұмыс бұнымен бітпейді, аяқталмайды, жұмыс қайтадан жалғасады деп айтуға болады. Өйткені сіздің ресурстарыңыздың енді кері байланыс орнайды, интерактивтілік пайда болады, кім қарап жатыр, қалай қарап жатыр, қанша уақыт қарап жатыр, қандай құралдармен қарап жатыр деген сияқты оның мәселесі жалғаса береді. Енді осыны жарнамалауымыз керек. Веб қауымдастығына жаңадан жарияланған сайт туралы белгілі болу үшін сайттың адресін және ол жердегі материал туралы аннотацияны, қысқа хабарламаны жариялауымыз керек. Бұл кезеңде мынадай мүмкіндіктерді пайдалануға болады. Веб-сайт адресін әртүрлі баспаларға жазу, веб-сайтты әртүрлі серверлерде тіркеу, сілтемелерді басқа веб-сайттарға кіргізу, баннерлерді жарнама ретінде қолдану. Ал енді бақылау кезеңінде веб-сайтта жариялап жарнамалаған соң, оған қатысу деңгейі, оның беттеріне орналастырылған ақпараттың қол жетімділігі, қажеттілігі, жаңалығымен және көкейтестілігімен анықталады. Веб-сайт имиджін сақтау үшін ол жердегі ақпаратты әрдайым жаңартып тұру керек. Осыған байланысты енді жаңа қызмет өкілдері іске кіріседі. Соның біреуі SEO маманы деп аталады, яғни іздеу жүйесін оңтайландыру маманы. Белгілі бір жолмен бірінші кезекте іздеу машиналары арқылы веб-ресурсты тарату, танымал ету, ілгері жылжыту арқылы пайда табуға жол ашады. Мақсаты интернет ресурсы арқылы сатып алушыларды, клиенттерді тарту, немесе жобаға қызығушылықты арттыру. Осы жолда SEO маманы қандай міндеттерді атқарады? Бірінші кешенді талдау жүргізеді, сайтты тексеру, оның күшті және әлсіз жақтарын анықтайды. Бейтарап маман ретінде енді сайтқа баға береді, соның күшті және әлсіз жақтарын анықтап, жетілдірудің жолдарын қарастырады. Танымал ету, рейтингтік жылжытуға көмектесетін шараларды қарастыру. Соның ішінде ең бірінші SEO құралдары арқылы ілгерілету, яғни іздеу машиналарына ақпарат жету, іздеу машиналарына күнделікті шығып тұру деген сияқты. Бәсекелестердің жұмысын талдау, солардан сабақ алу, олардың ұтымды тұстарын ескеру, сыртқы және ішкі сайттарды оңтайландыру, веб-контент мазмұнын оңтайлы күйге келтіру, яғни контентті келтіру, нашар контентті жетілдіру, болмаса алып тастау, жақсы контентті одан ары қарай күшейту деген сияқты. Іздеу алгоритмдерінің үздіксіз мониторингі, осы өзгерістер негізінде түзету енгізу. Яғни ұдайы мына интернет SEO құралдары арқылы не болып жатыр, қалай болып жатыр, соның барлығын ұдайы тексеріп отырамыз, соған байланысты түзету енгіземіз. Тапсырыс берушімен өзара әрекеттесу, атқарылған жұмыс және оның нәтижелері туралы есеп беру. Қанша адам қарады, қандай ақпарат қабылданды, қандай өнімдер өтті, қайсысы көбірек назар аударылды деген сияқты әртүрлі кезеңде әртүрлі жиілікпен есептерді жариялау, соларды жинақтау осы SEO маманының міндетіне кіреді. Копирайтерлермен өзара әрекеттесу, олардың жұмысын нәтижелерін бақылау, яғни контентпен жұмыс істеуде осы копирайтерлердің міндеті болса, солармен SEO маманында жұмыс істеп өзінің ісін жақсартып отыру керек. Сайттағы ақпаратты оның қолданыстағы заңдарға сәйкес келу-келмеу тұрғысынан бақылау. Яғни ақпараттың ішінде заңсыз, болмаса тыйым салынған, болмаса жаңағы жастардың, белгілі бір балалардың құқығына зиян келетін ақпараттардың шығып кетпеуіне, жаңағы жас мөлшеріне қатысты шектеулердің
сақталуына, тілге қатысты мөлшерлер талаптардың сақталуына назар аударуда осы SEO маманның міндетіне кіреді екен. Сонымен бірге веб-сайтты танымал етудің тағы бір жолы ол SMM маркетинг. Яғни әлеуметтік желілермен жұмыс істейтін маманның жұмысына қатысты. Сіздің ақпаратыңыз мүмкіндігінше үлкен аудиторияға тарау үшін, үлкен кеңістікке шығу үшін, танымал болу үшін, өзінің мақсатты аудиториясына мағлұмат жеткізу үшін міндетті түрде әлеуметтік желімен жұмыс істеуге тура келеді. Сол маманның міндеті әлеуметтік желілерде мақсатты аудиторияға арнап топтар ашып, тартымды мақалалар жазып отыру, теріс пікірлер болса ушықтырмай дұрыс жауап беріп, өз қызмет ететін мекеменің атына келтірмейтін жағдайлар жасау, мақсатты оқырмандарды мекеме сайтына бағыттап клиентке айналдыру, мекеме немесе компанияның жақсы атын қалыптастырып, беделін көтеруге адамдардың көптеп тартуға ықпал жасау. Яғни бүгінгі таңда ең танымал әлеуметтік желілер арқылы, мессенджерлер арқылы өзінің ақпарат таратып жатқандығын, жұмыс істеп жатқандығынан хабардар ету, соған ашуға, соны сілтеме жасауға, баға беруге жұмылдыру болып табылады. Яғни осы арқылы біз жаңа аудиторияға өзіміздің клиенттеріміздің қатарын көбейтуіміз мүмкін. Сол арқылы, осы құралдар арқылы біз өзіміздің мақсатты аудиториямыздың портретін жасаймыз, олардың сұраныстарын білеміз, олардың қажеттіліктерін, қайсысын бағалап жатыр, қайсысына керісінше көңіл аудармай жатырмын, соның бәрін біліп отырып, соған байланысты шешімдер қабылдайтын боламыз. Міне, сонымен веб-сайттың жасаудың, жаңа өнім жасаудың барлық кезеңдерімен таныстық. Веб-сайт қалай жасалды, концепциядан бастап, идеядан бастап, оның жүзеге асуы, таралуына дейінгі мәселелердің барлығын қамтыдық деп есептейміз. Не оқуға болады? Ең кітаптың көп саласы осы код жазу және жаңа SMM, SEO сияқты салаларға қатысты. Күн сайын жаңа бір оқулықтар, жаңа бір кітаптар, жаңа бір ресурстар жарық көріп жатыр. Бұның барлығы жаңа сала болғандықтан әртүрлі пікірлер бар, әртүрлі қызықты авторлар бар. Мына суреттерде бірнеше осы саладағы, әсіресе код жазудағы үздік 5 кітаптың мысалдары тұр, авторлары көрсетілген. Бұл материалдардың барлығы дерлік интернеттен тауып алуға болады, орыс тілінде болсын, ағылшын тілінде болсын, қазақ тілінде де бірлі жарым ақпараттар бар, бірақ дегенмен осы ағылшын және орыс тіліндегі ақпараттарды қарағандарыңыз дұрыс шығар. Міне, код жазу бойынша өзі кітаптардың тақырыбынан да көрініп тұр, неше түрлі жаңағы алдау, арбау деген сияқты ұғымдарға дейін бар. Бірақ дегенмен оның ішіндегі мазмұны өте құнды болу керек. Программа қалай жазылады, программа жазуда қандай, веб-дизайнның кодын жазуда қандай тәсілдер қолданылады, нені ескерген жөн, бірінші кезекте қандай дағдыларды білу керек, машықтану керек деген сияқты өте пайдалы ұсыныстар бар бұл кітаптарда. Сондықтан да бұлар қазіргі үздік жаңағы қолда ұдайы болатын кітаптардың қатарында. Сол сияқты SEO оптимизация жөнінде де ақпарат өте көп, күн сайын шығып жатыр деп айтамыз. Сондықтан соның ішіндегі ең тәуірлерін мүмкіндігінше тауып алып көріңіздер. Мына жерде Ашманов деген автордың 4-ші рет жарық көрген кітабының сілтемесі тұр. Ал енді интернет маркетинг бойынша да материалдар өте көп. Міне, интернет ресурстарды қараңыздар. YouTube каналынан осы біздің тақырыбымызға қатысты материалдарды өте көп, солардың бәрімен хабардар болып, ізденіңіздер, қосымша қалай уақыттарыңызды бөліп, арнайы қаралыңыздар, осы салаға маманданып, өздеріңіздің білімдеріңізді толықтырыңыздар. Әзірге осы, сау саламатта болыңыздар.